Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен восточная корзина пирогының ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың дәмі өте ерекше болады. Салмасында өрік мүйіздерінің бірігуімен өте тамаша болып шығатын болады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы жартылай ерітілген сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып, біріктіріп алатын боламыз. Мінекей бізде осылай дайын болады. Содан соң үстінен қантымызды саламыз. Одан соң бір ас қасық қопсытқыш саламыз. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ортасын ашып, бір дана жұмыртқа салатын боламыз. Енді кезекте осы жұмыртқаның көмегімен жақсылап қолымызбен қамыр етіп илейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ осындай сап-сары қамыр дайын болады. Бұл қамырымызды тындырып қою үшін пакетіміздің ішіне салып 10 минутқа қойып қоямыз. Содан соң формамыздың ішіне жаңағы біздің қамырымызды алып, осылайша қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Осылай жандарына бортик жасап аламыз. Бұл біздің пирогтың әдемі болып салмасын ұстап тұру үшін. Мінекей бізде салмасына өрік, мейіз және де жаңғақ қолданатын боламын. Өз қалауыңыз бойынша кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыз болады. Бұл пирогтың ерекшелігі достар, өрік, мейіз және де қойылтылған сүттің көмегіменен өте тамаша болып шығады. Бізде тестасы тек қана сары маймен жұмыртқаға иленген соң өте жұмсақ болып шығатын болады. Сондықтан да міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер және жақындарыңызды қуантыңыздар. Мінекей біз салмасын барлығын салып болдық. Енді барлығын осылайша қолымызбен тегістеп шығамыз. Содан соң үстінен жаңағы біздің қойылтылған сүт, сгущенкамызды салып, осылай құйып шығатын боламыз. Мен бұл жерде 250 грамм сгущенка қолдандым. Ал енді біздің пирогтарымызды қазір пешімізге саламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей қарасаңыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендеше видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, менің арнамды қолдап кетсеңіздер екен деймін. Достар, бұл пирогтың дәмі өте керемет болады. Маған сенсеңіздер, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер және ас болсын.